Тасбақалар туралы қызықты деректер. Тасбақалар таң қалдырудан жалықпайды. Олар кейбір елдерде даналықтың символы ретінде саналады. Алайда бірқатар елдердің тұрғындары оларды жеңсік ас ретінде жейді. Олардың кейбірі жойылудың шақ алдында. Тасбақа жұмыртқаларын жинау заңмен қатаң түрде жазаланады. Қазір тасбақалардың әлемде 330-ға жуық түрі бар. Бұрын бұдан да көп болған. Көпшілігі адам әрекетінен емес, ерте заманда қырылып қалған. Алғашқы тасбақалар жерде шамамен 220 миллион жыл бұрын пайда болған. Кейбіреулері негізінен құрлықта өмір сүрсе, басқалары уақытының көп бөлігін суда өткізеді. Кейбір елдерде балықшылар тасбақаны аулайды. Тұщы су тасбақалары тұзды суда өмір сүре алмайды. Қалай болса да, ғалымдар тасбақалардың арғы атасы қандай жануар екенін әлі күнге дейін білмейді. Қазіргі ең үлкен тасбақаның өлшемі 2,5 метрге дейін, салмағы 800-900 килограммға дейін жетеді. Тасбақалар жылай алады, рас. Ол эмоция шығару емес, осылайша олар организмде жиналған артық тұзды кетіреді екен. Кейбір тасбақалардың еті улы, өйткені олардың өзі улы балықтармен немесе улы өсімдіктермен қоректенеді. Бұл олардың етін де улы етеді. Алып тасбақалардың ұрғашыларының жұмыртқаларының саны тұрғылықты жеріндегі популяция санына байланысты. Тасбақалар көп болса, жемге бәсекелестік болады, жұмыртқа аз басылады. Ал қарқынды өсіру қажет болса, бұл жағдайда 2,5 есеге дейін көбейеді екен. Себебі тасбақалар ұзақ уақыт бойы сусыз және тамақсыз жүре алады. Желкенді кемелер кезінде матростар оларды жиі тірі консервілер ретінде пайдаланған. Нәтижесінде бұл жануарлар көптеген аралдарда жойылып кетті. Тек Галапагостың өзінде 17-18 ғасырларда 10 миллионға жуық тасбақа қырылды. Тасбақа түрлерінің көпшілігі халықаралық қызыл кітапқа енгізілген. Тасбақалар ұзақ өмір сүреді, бірақ нақты уақыт басқалармен салыстырғанда өзгеше. Ресми ұзақ өмір сүру рекорды 188 жыл. Тек қоңыр тасбақалар өз ұрпақтарына қамқорлық жасайды. Барлық басқа түрлі жұмыртқа салады және оны мәңгі ұмытады. Қоршаған ортаның температурасы жоғары болған кезде тасбақа жұмыртқасынан аналық, ал төмен температурада еркектер шығады. Осындай жағдай қолтырауындарда байқалады. Ұрғашы теңіз тасбақалары 27-30 жаста ғана көбеюге қабілетті болады. Еркектері сәл ертерек. Кейбір түрлердің ересек тасбақалардың салмағы бала кезіндегі салмағынан шамамен 1500-2000 есеге артық. Салыстыру үшін бұл популяциялар адам үшін өзекті. Төмен температурада бұл жануарлардың белсенділігі төмендейді, қозғалыстары баяу болады. Ең баяу тасбақа құрлықта сағатына 0,4 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Тасбақа 5 жылға жуық аштыққа ұшырап, бірақ аман қалған оқиғасы ресми түрде тіркелді. Біреуі ең күшті жануарлар жасыл теңіз тасбақалар дейді. Олардың арқасында қабығына сыйғанша, яғни 4-5 адамды көтере алады екен. Тасбақалар адамдарды көргенде есте сақтайтын, ажырата алатын санаулы жануардың бірі. Ұрғашысы бір уақытта салатын жұмыртқалар саны тікелей оның өлшеміне байланысты. Құрлықта баяу, суда кейбір тасбақалар әлдеқайда жылдам жүзуі мүмкін. Яғни сағатына 35 шақырым жылдамдыққа дейін қозғала алады.